Бізде просто даланың қояншықтарымыз болдық ол кезде. 14-15 жастарымызда сол. Ультра салып үстіне секіріп жатқан кезде ДМХ деп. Долина маленьких хулиганов. Биыл раз-два біз шығамыз алға. В этом треке я раскрыл характер адайского народа. Мен тұрамда диджей Арс тауып аламын. Диджей Арс Қазақстанның ең бірінші доктор Dre деп айтылған. Здорово были. Не обессудьте, я простой ботан. Там, но я иногда люблю курить план деген сияқты. И я тупо за компьютером сижу там. Но я сейчас вам об этом расскажу. Кроводение мозгамен состояниеда болмаймын да. Может, действительно сұрақтар жиналып қалған шығар. Біреу айтады, бір рет барып келген, екі рет барып келген. Осы әңгімеге нүкте қояйықшы бүгін. Чё ты пришел? Чё ты стоишь здесь? Следующая композиция звучит так. Казахский стиль. Казахский стиль. Эй, давай! Ну, короче, это первый рэп гангстерский по Казахстану на казахском языке. И прочитали его мы, то есть группа ДМХ. Йоу, слушай, поехали! Йоу, наш Казахстан, наш Казахстан. Я один из задачи, что не тебе. Казахстан, секретарь, не тебе. Не смеши меня. Я плей-док, я вам преподам урок. Во-первых, пламенный салам тем, кто отбывает сок. А во-вторых, я расскажу вам, что такое ДМХ. ДМХ — это сила, это хип-хоп, братва, запад Казахстана. Город Актау, здесь мы проживаем, это западный квартал. Актауская хип-хоп-культура побеждает все. Наша цель, наш долг, бороться за нее. Может, действительно сұрақтар жиналып қалған шығар. Халықта, адамдарда. Қазір сұрақтар көп қой, сосын әртүрлі өсектер көп. Өсек көп, иә. Иә, біреулер былай дейді, біреулер былай дейді. Біреулер... В общем, в основном ең көп енді пайыз, вообще, как жаман адам деп ойлайды мені көбісі. Жалпы ішкі дүниемді білмейді, там сосын. И ойладым, сұрақтар действительно жиналып қалған болар, кішкене. Айтсақ айтайық. Да, айтсақ айтайық. Қазір Маңғышлақта, Маңғыстаудасыз, ауылда? Да. Туған жерде? Ауылда, районда, Маңғышлақ, родной, любимый, дорогой деген сияқты. Анамның қасында жатырмын. Семіріп, ағарып деген сияқты. ДМХ. Сразу басайықшы әңгімеміз, ДМХ. Долина маленьких хулиганов. Вообще, қалай келді ол клан ба, ол группа ма, ол рэп группа дейді, біреулер клан дейді, біреулер это толпа, әртүрлі әңгіме бар да? Иә, кезінде деген ол еще 90 жылдары, ол сондай бір, ол кезде деген сондай компаниялар ашып жатыр ғой көп. Иә. Мук, Бук, Ашук, там, Жук. 13-4. Да. Там, еще, там, ТП и т.д. Бізде ДМХ болды сол кезде. Долина маленьких хулиганов. Ну, мен уже сол кезде айтып жүрдім. Я, сосын, группа ашамыз по ходу дела там. Не знаю, бір 5 жыл ма, 6 жыл ма айтып жүрдім сол. Түгелік айтып жүрдім. Түгел енді ең бірінші единомышление қой біздер Маңғышлақта деген ол кезде. Рэп тыңдаймыз, там, көп адам онда ол кезде рэп тыңдамайды, сосын. В общем, соған жеттік қой. Түгел, Black Boy, ол бәріңіз бір ауылдансыз, бір Маңғыстау. Иә.
құрдасым, класстасым, құрдасым. Бір класста оқыдық, даже, по-моему, бір садикке де барған сияқты. Біздер постоянно кешке қарата перронға шығамыз. Шыққан кезде арамызда біреуге бізден 70 жыл болғанда біздер 80-ге сонда бізден 4 жас үлкен. Бір жігіт қанатқа ма, әлде біреуге ма, соған тиіседі, в общем, тиісіп, өкпе қалады да. Осын, как раз перроннан келген кезде жаңағы көреміз біздер. Жаңағы көреміз да, бізден енді 4 жас үлкен ғой, 3-4 болып ультр сабаймыз жаңағы жігітті. Ультр сабап, үстіне секіріп атқан кезде, ДМХ деп, Дарина маленький хулиганов деп, біздер сол кезде сол лақап-атпен, сол кезде айтып кеткеніміз, ол 90, мен қателеспесем сол біздің 14-15 жастарымызда сол. Енді ол 14-15 қосын 96-97 жылдар. Сол лақап-атпен дальше кетеміз ғой. Гитарамен ойнайтын ДМХ талпы болып кетеді. Жалпы ДМХ атауды ең бірінші айтқан Қанат болды. Сол процессын секіріп отқан кезде ма алмасында? Оның алдында айтады. Пайдан шықты ДМХ еді. Маңғышлап қарап тұр, это моя малина. Моя долина маңғышлап. Долина маленький хулиган. Ол проект енді былай. Жалпы. Ой, бәрі. Бірге жігіттермен жинап. Менікі ғой. Ақтау ол кезде бөлек өз алдына бір қала, Маңғыстау өз алдына бөлек жатқан аудан. Жоқ, станция Маңғышлақ. Станция Маңғышлақ. Всю дорогу. Қазір де сондай. ДМХ-дағы Түгел, Лонг-Бич, Стэнли, сол барлығы сол. Стэнли сіздің бауырыңыз туған Самат, барлығы сол Маңғыстаудан. Бәрі Маңғышлақский болдыр. Мен деген ол проектті жинаған кезде ойладым ғой. Қайдан алайын балдар? Түгел бар енді қасымда. Жоқ, бәрі Маңғышлақский болсын. Зачем? Сосын Мураны көрдім. Таңертең шықсам подъезде тұр екен. Я говорю, Мура, как ты, что ты там, не істеватсың? Он говорит, тұрмын тупо там подъезде. Я говорю, сен деген, былай жүре бересің ба, давай, короче, бізде группа ашып жатыр, бізге келші, мен деген, не істейсің ояқта дейді, рэп айтамыз десем, мен айта алмаймын ғой дейді. Я үйретемін өзім емес. В общем, там 1 сағат па, 2 сағат па рассказывать етіп, короче. Содан бері сол Мура ДМХ-ға кірді қасымда. 2000-ға дейін бізде фристайлмен рифмовать етіп, да? Сол 2000 жылдар біздер мен тұрамда диджей Арс тауып аламын. Бірінші микрофон, есімде бірінші микрофон, 31-ші мекен, 32-ші мекен. Шетте Арс студия тауып аламын да. Берегі диджей Арс Қазақстанның ең бірінші доктор Дре деп айтылады. Ол сол студияда Сомклан да кетті, ДМХ да кетті, ол кезде Пробел центр. Бүкіл танымал топтардың минустарын жасаған да, музыкалар? Сол бірінші басады. Барлық группаның зараждайды екен, соның студиясында болды. Арсений, диджей Арс. Қазір ол Петербургте тұрып жатыр. Ол деген вообще монстр. Ол даже деген там доктор Дре или там біреулердің аранжировкаларын тыңдап күледі кейде. Что-то он здесь биты, что-то там так, вот так, уже аналарын тауып жатады. Видел? Говорит, они сперва биты, потом голос, а потом мелодия, вот так. Они вот так, оказывается, делают, сондай бір ананы айтып жатыр. Обсуждать. Күліп, да? Ол деген монстр. Ол жалпы анда-санда сөйлесем, айтқан келшейші Москваға деп. Мені шығармайды Қазақстаннан. бірден рэп айтпасадыңыздар ма, қалай болды? Нет. Короче, бір күні, үйде жатсам, Түгел келеді. Родной, бір жерде студия көрдім, сояқта деген, рэп жазады екен. Я говорю, қойшы қайда, бірінші микрофонда бардық. Ол деген неше так. 2001 деймін, по-моему. Где-то так. Бардық. Простой квартирада студия. Арсений деген жігіт, сол.
Ол кезде деген Pentium 1. Тупо пульт. И сол. Я говорю, мы хотим записывать у тебя десем. Ол кезде уже Биксом, солар уже айтып жүр. А ол кезде уже айтып Сол студияда отыр сол кезде. орысша бірақ, иә? Я орысша айтып жатыр. Ну, там кішкене енді слабоватый былай, ну. Айтып жүр. Он говорит, у меня аранжировки 3000-нан дейді маған айтады. Я говорю, бар ақшама. А как ваша группа называется? Я говорю, Долина маленьких хулиганов. И сонымен кетті. А уже оны деген, как бы знаешь, уже халықтың өзі, короче, оны қысқартып тастаған. ДМХ деп, сонымен кетті. ДМХ. А так маған Долина маленьких хулиганов деген ұнайды больше. А сосын потихоньку ағылшынша жаздық. The Valley of Little Hooligans деген сияқты. Солай кетті. А бірақ мына сол енді өнер дейміз ғой, мысалы өнердің бір жанры ғой, рэп деген. Сол бағытта сіздерге бір жергілікті бір спонсорлардан қолдау болған жоқ? Ешқандай қолдау болған жоқ бізде. Ешқандай қысым болған жоқ па? Ешқандай қысым да болған жоқ. Біздер үшеуміз де тентек бала едік қой, сөздің шындығын айтқан кезде. Біздер де ана маңғышлақтың участка болып жатқа білетін еді. Сіз Арман қашан келіп сында қосылдыңыз? Мен болайын, как дос ретінде жүрдім, екінші болады, рэп айтып жүргенде сол. Кейін не ол, е? Кейін ол, иә, кейін артынан. Стэнли ол Қанаттың інісі ме? Ол Қанаттың туған інісі ғой. Самат, е? Самат. Ол вообще кішкентай жас болады, мысалы, кішкентай болады, ДМХ-ны тыңдап қарасаңыз, я молодой, меня зовут Стэнли деп, дауысы слишком тонкий, жіңішке. Жіңішке болған дауыс. Иә, Маңғышлатский бродягиде. Сол өлеңді жазған кезде біздер, в общем, жаңа клан, ДМХ-да, кланда балалардың бәрін, жаңа жас балалардың, біз сол кезде талпа группировкада бірге жүрген балалар ғой, жаңа өнелерімізді, мысалы. Анауды ішінде оқи алатын балалар, речитативті білетін, оқи алатын, а оқи алмайтынды қаншама, оқи алатындарды тартып та, сол ішінде сосын былай оладық, әдем болады деді, Қанат айтты, інімді атайық деді. Давай, тартайық. Сосын Саматты тартып, я молодой, меня зовут Стэнли, соғын қош еді. Сонда, мысалға, мына тректерді тыңдап отқан кезде көбісі кейбір тректер, мысалы, орысша да, сіздер мектепте орысша оқыдыңыздар ма сонда? Және акцентсіз кәдімгі таза орысша да? Жоқ, біздерде шынын айтсам, орыс тілге жақындау едік сол кездерде. Қанат орысқа вообще жақын еді ол. Ол қазақша ақсаңдайды деді Қанат. 8-ші класс бітірдік қой, сол кезде 9-ші класс бастаған кезде анандай развал болды ғой, СССР. Сол кезде деген Маңғышлақта орыс класстар жабылып қалды. И сосын қазақша мектеп классқа аудардық ғой біз. Бірінші кездер енді қиындау болды, сосын потихоньку. Енді орысшаға жақсымын мен бойлы. Орысша кітаптар оқимын. Қазақша кітап оқи алмаймын. Дұрыс. Андай вдохновение ұстай алмаймын, кайф. А орысша түсініп қоямын, жалпы. Ең бірінші трек ресми жазған студияда «Наша жизнь». «Наша жизнь», да? 2000 жылы январь айында. Содан кейін Зона рэпа ДМХ. Зона рэпа ДМХ-дан кейін Қазақша стиль. үшінші жағы қазақша стиль емес. Или қазақша стиль ме? Иә, қазақша стиль үшінші. Қазақша стилінің өзінің тарихы бар қалай? Иә. Сол мына қазақша стиль туралы сұрақ қойыңызшы. Мысалы, сен білесің бе, қазақтарға секірме. Сені екі сөз күседі, иә. Ананы же. Кешке далаға шығамыз, қаңғырамыз, как всегда. Қазақ, сескенбе, бас алға. Баса бер, қазақ, ешкімнен қорықпа. Сыйламайтын адамдарды сындырып таста. Қазақтарға секіретін кімдер? Мысалға, қазақ біреуден сескенді ма сол кезде, сол жылдары, мысалға ғана осы текстте тұр ғой, сыйламайтын адамдарды сындырып таста дейді да, сосын жаңағыдай тағы мынандай сөз бар да, қазақ екенімізді бетіңе айтамыз дейді да, ол кімге, басқа ұлттармен бір сонда ұлтараздық бір мәселелер болмаса сол кезде? Онда ештеңе біздерде не болған жоқ, не розня болған жоқ. Мына біздің ол жылдары, мысалы сөздің шындығына келсек, ол жылдары орыстарда көп болған жоқ, Маңғышлақта бір санаулы 3-4 орыс болған шығар. Ақтауда ше? Ақтауда бірақ көп болды орыс. Бірақ бізде де айтып отырмын ғой, біз перронда жүрдік, перронда.
перронға әртүрлі ұлт келетін еді. Жоқ, сол анау сіздердің іштеріңізде ыза ма сондай, ол кек па, не деу Жоқ, болатын? жоқ, ешқандай ыза болған жоқ біздерде. Тек былай жаза сала, жастық шақпен, тентектікпен жаза салады. Тоқсаншыдан ая 2000 басы сондай өмір болған Қазақстанда. Сондай жағдай болып тұрсын, сол кезде молодежь сленг. Иә. Қазір тіл басқаша болды, ол кезде тіл басқаша болды. Ол кезде деген СССР кезіндегі достарым кілең Славик, Леша, Андрей кілең сол ғой дворда бізде. А мынау чисто просто, знаешь, короче, бір рет оқиға болды. Бізді деген Жол Баян радиосына шақырады ғой, 2002-де. Біздер енді там прямой эфир, анау отырамыз. Коллективному привету. Сегодняшняя программа в эфире Первого Октавского радио. Это вторая серия жизни первой в Казахстане рэп-группы ДМХ. Меня зовут Айбек Сундуков, и в гостях у меня Канат Арман, Самат и Арман. А в общем, это ДМХ клан. Здорово, ребята! И, короче, звондайды бір кісі. Там туда-сюда ұрсып тастайды, короче, сендерде не нацизм там. Мен айтамын, аға, подожди, аға. Сейчас я вам объясню, деймін. Он говорит, я тыңдап тұрмын. Я говорю, просто в этом треке я хотел, то есть даже не хотел, а раскрыл, как аж, характер адайского народа есть. Адайского народа. Чисто адайцы. Нағыз адайдың мінезі. Да. Олар деген мынандай, о, сондай көбісі деген. Аққұлақ там берген, ұрып жіберуі мүмкін. Дерзкий, там кішкене грубый. Сондай ғой. Олар көбісі сондай да. Сколько? И вот сондай цель болды. И сондай осындай трек болып шықты. А вообще Қазақстанда қазақша рэп болып, қазақша стиль болып саналады, бірінші шыққан қазақ тіліндегі. Иә, ол кезде деген қазақша білмейді ғой адамдар. Адамдардың даже кейбіреулері қазақша сөйлемейді ол кезде. Біздің өзімізде ондай идея болды жаңа, иә, действительно. Сосын Арсеннің мамасы айтқаннан кейін итермеледі да біз жаңа солға. Қазақша неге айтпайсыңдар деп та. Неге айтпайсыңдар деп. Қазақстан вообще тарихты аласыңдар сендер ең бірінші жоқ. Вообще ол кезде жоқ еді. Тарихты аласыңдар қазақша рэп деген жоқ. Бүгінгі таңға шейін. Сендер айтсаңдар сендер ең бірінші боласыңдар деді да. Осын бұл жағынан Арсеннің мамасына оның алдында бізде болды идея, бірақ ол идеяны итермелеген бізді, нақты итермелеген Арсеннің мамасы. Жазайық, сосын тәпіліп, раз-два, біз шығамыз алға, біз қазақпыз, бізге әңгімең бар ма, сен білесің бе, қазақтарға секірме, сені екісіз күтеді, қотты жеді. Осы жерде жазып кеткен тексттер жерден басалды, содан кетіп, ертесіген толықтырып алып көт, студияда айтып кеткен рэптеріміз ғой. Арсеннің мамасына рахмет дейміз. Арсеннің мамасына рахмет, иә. Бір жағынан жоқ, бізде идея жаңа болды, қазақша жазамыз дегенде, бірақ итермелеген күш Арсеннің мамасы болды. Себебі біздерде ол кезде қазақша сөйлеу енді, мен шынымды айтайын, ол кезде орысша сөйлеген кішкене не болды? Блатной деген сияқты болды. Басқа замандар, басқа адамдар, басқа түсініктер. Бізде просто даланың қояншықтарымыз болды ол кезде. Уличный хулиган ол кезде. Болды. Тупо вокзал. Басқа баратын жер жоқ маңышлақта. Айнап, сол вокзалға келе бересің тек. И сол жақта, а вокзал білесің ғой, былай. Ағыз жағы. Біреу сомкам ұтып кеткен, біреу коробкам ұтып кеткен там. Біреу кошелегін түсіріп алған деген сияқты. Солай жастық шағы өтті. А уже там ояқтың тоже атмосферасы басқа ғой. Там перрон, тепловоз, там, дауыстары там. И по ходу дела тоже. Типа как бит сияқты. Ұстап аламыз ғой. Қанат не үшін плейдок деп атап кетті? Себебі біздің үшіміздің жылымыз ит қой. Жылымыз ит. Сұлды қарасы жоқ па? Жылымыз ит болғаннан кейін бар, ол игривый пес деген переводы, плейдог да. Ол Қанат деген өте скользкий жігіт. Атылып кете ма? Скользкий жігіт болғанда қалай? Сен сөздің шындығында мына жерде мысалы ешқандай тесік жоқ шығатын деп қамып тастағанның өзінде қанат бит шығып кететін болады. Скользкий болады да? Шустрый болды. Оның фундаменті қатты. Сосын Қанат игривый еді.
көп шу жетеді. Сосын плейдог деп атап кетті ғой, плейдог арамызда. Мені Black Boy деп нешін атады. Мен қарабала Тугел Black Boy деп мен ішінде Тугел дегенде 2 G-E-L Black Boy деп жазатын едім. Black Boy деп нешін мен жазатын айтатын еді, потому что ДМХ-ның ішінде ең қарасы мен, біріншіден, екіншіден менің сол жас шағым кезде істеген жүрген жолымның өзі қара жол еді. Сол себептен қара жолда жүрген болғанда Black Boy деп аталып кетті. Мұраттың іші Long-Beach енді оның сірә аты айтыпты. Оның бойызым болсын, бич тем более, бич деген ол. Пляж. Соған байланысты ма? Соған Long-Beach ұзын сөйтіп аталып кеттік қой. Теңізден шығып кетейік біз. Мұрат сондай еді, сосын Long-Beach деп аталып кеттік. Жас кезінде. Сіздердің жаңағы балалық шақтарыңыз қалай өтті? Ол кездегі жылдар, мысалға тоқырау жылдары, абыр-сабыр кезең, қазіргідей емес, басқа дәуір, басқа кезең, басқа адамдар, кішкентай станция. Нормально. Жақсы болды, нормально. Бір кездері развал болған кезде деген кішкене қиналды ғой халық жалпы. Там магазиндерде тамақ жоқ. Дефицит, талон деген сияқты. Сосын дұрыс болды. А так развалға дейін вообще біздерде деген өмір жақсы болды вообще. Проблема болған жоқ. Еще Маңғышлақтың балалары сол кезде дерзкий болды деп айтылады да, тентек болды деп айтылады. Жалпы, иә. Маңғышлақ, не только Маңғышлақ, ол кезде деген бәрі тентек. Ол кезде сондай кездер ғой. Ол кезде жастар тентек. Потому что не істейді. Там қазіргідей там социальный жаңағындай жүйе или там, скажем, интернет, там ондай дым жоқ қой. Тупо далаға шығып, тупо төбелеседі там. Или біреуді напрягать етеді, ұрады там. Сондай ғой. Біздің кезімізде талпа деген болды да, талпа деген. Талпаға, мысалы, талпада 5-6 группировкада 5-6 бала ма, мысалы, талпаға опа, мына бала что-то нормально болсап, арамызда қоса, мектепте де бірге жүргенде, маған неде де, бәрін бірге боламыз да, бізге бірдеңе білсе, басып тастаймыз сразу да. Бізде сосын талпаға қабылдан келсе қызық болды. Талпаға кіргіземіз, группаға кіргіземіз, оны ұрамыз, тиеміз, сынаймыз, сен проверкіден өтесің деп та ұрамыз, тиеміз, сындырамыз, жыласай біз, сен талпаға қабылданбадың да, запад болсын сен уже. Трек жазу дегеннен шығады ғой, мысалы сонда ДМХ-ның бүкіл тректері сол жаңағы Арсенийдің студиясына жазылды ма, әлде одан да бөлек өздерін жиналып бір үйге барып деген сияқты? Жоқ, ондай ДМХ-ның, именно ДМХ-ның бірінші альбом толықтай Арсенийдің студиясы. Арсений. Толықтай Арсенийдің студиясы. Тек бір трегі ДК-ның студиясының письма без ответа, Айнұр Жұмағалиева. Жоқ, идеяда ол Айнұрды ол жазған кезде ДК-ның студиясында ол припевін жазды. Өзінің дауысын Айнұр бөлек жазды да, сол записалып келіп, біздер Арсенийдің үйіне қалып тексті. Өз ретімізді әрқайсымыз қосып сияқты жаздық. Айнұр сестренка болғанда біздер деген ДК-байда деген постоянно жүреміз ғой, ДК-байда әнші қыздар ғой, сол жақта кружокта жүрген. И как раз сол өлеңді дайындап жүрдім, сол ойлап та. И, такой как раз сондай бір қазақтың қоңыр бір кішкене бір не слишком навороченный, не слишком сондай простой дауыс керек болды маған. Мен сол кезде айтып, Айнура, вот этот трек, ты будешь популярный, сейчас тебя никто же не знает. Только ДК Абай знают и все. А так ты будешь популярна, весь Казахстан, я тебе говорю, дебил, чисто бір трекпен Айнура Жұмағалиева. Ол өлең толуы Қанаттың бір махаббаты болды. Бізден бір жас кіші қыз. Енді есімін атап кетсем де атамасам енді Меруерт деген қыз болды. Бір жас кіші ме екен бізден, 2 жас кіші ме екен, есімде жоқ. Сол Меруерт деген қызды бұл қатты жақсы көрді Қанат деген да. Арасында махаббат болды үшін. Осынау Меруерт деген қызы басқа қалаға көшіп кетті ма, әлде біз ауылда болып қалаға келіп оқуға кетті ма, әлде басқа қалаға көшіп кетті ма,
басқа жақта оқыды в общем. Сосын оқыған кезде арасында нервозный болып ұрысып қалып жүрді ма, сондай болған кезде де осын маған айтты, түгел өлең жазайықшы, анау Меруерт деген қыздың артынан жазған өлең. Своим подругам не забудь привет мой передать. С огромной любовью навеки твой канат. За окном мерзкая погода, и все льет и льет. Я так полюбить тебя хотела, но сердце не дает. Рэп келген ол қазір жақсы қабылданады, сахнада айтады, ол как модно, да? Сол кезде де сіздер айтқан кезде, сол сіздердің айтқандарыңызға үйдегі кісілер, болмаса ағайын туыстар, вообще айнала қоғам қалай қарады соған? Үлкен адамдар. Тем более біздің Маңғыстауда. Да, мен ол кезде вообще мен деген қояншықпын ғой, мен ешкімнен. Қараған жоқсыз. Мен ешкімді ешқашан тыңдамаймын, тыңдамағанмын. Цель қойдым ба, соны істеймін. Солай істедім. Главное, өзіме ұнайды болды. Ол кезде деген біздерде деген ондай цельдер жоқ там, популярный там бірдеме деген. Просто чисто самовыражение. Қазір, например, сен деген Инстаграмға кіресің да, өзі мнениеңді, комментарияңды жазып жібересің ғой. А ол кезде деген ондай жоқ, біздер мнениемізді айта алмай жүріп, комментарийлар айтуымыз келеді. Сол кезде сценаға шығып айтамыз, или рэп жазамыз да, соны береміз, адамдар тыңдайды. Бұлай екен ғой. Вот солай. Самовыражение. Біздің өлең бірінші интро ең соң жазылады, наша жизнь жазылады, зона рэпа ДМХ жазылады, қазақша стиль үшінші жазылады, письма обязательно төртінші өлең жазылады. Осы төрт өлең біз уже төрт өлең бітірген кезде бізде альбом шыққан жоқ әлі. Бізге альбом шығару ол кезде арманның арманы еді. Қарайған ақша еді ол кезде. Енді айтып ғой, 1000 теңге алу деген ол кезде қиын, ол кезде сөздің шындығына келген кезде 300 теңге алу. Сосын сол төрт өлеңмен бізде уже бүкіл біз ол кезде кассета болды, мынандай кассета, аудио кассета. Сол төрт өлеңмен бізде уже сөздің шындығына СНГ танып кетті ғой. Сөздің шындығына альбом шыққан жоқ. Одан кейін барып, содан кейін төрт өлеңмен біз танымал болып кеттік. Қазақстанның барлық жерде танымал болып кеткеннен кейін мына БСТР, Элбас, Black Brothers, сегодня мы все вместе деген өлең жаңа Ақтаудың жас рэп барлығы құмар болды бізбен өлең жазу. Бәріміз бірігіп сол жаңа сегодня мы все вместе жаздық жаңа. Одан кейін Мрачный дом жазылды. Мрачный дом 99 жылы шыққан трек. Қанаттың түрмеде отырған кезде. Қанаттың түрмеде отырған кезі ол бірінші делегасымен. Ол сол кезде жазылған. Қанат өзінің куплеттерін жазған да, өзінің. Жарыққа бірақ шыққан жоқ. Енді бізде ойда қандай өлең жазып, қандай мен түрмеде айтқан кезде, ол кезде білесіңіз ғой енді 90 жыл мен 2000 жылдың арасында, жаңа 90 жылдарда сіз білесіз арасында развал союзы болды. Сол кезде өмір сүру қиын болды, сосын тонаушылық затты анамына болды. Сол жылдары түрмеде отырып келу ол үлкен белсенді адам деген сияқты болып жүрді. Сол дәреже санайды дейді, сол жылдар дәреже санайды да. Сол үшін сондай дәреже болса біздер өзіміз үшеуміз тентек боламыз, қандай өлең жазып, давай соны қосып жіберіп Мрачный дом жазып, Қанат жаңа кезінде жазған. Маған айтты Қанат, менің екі куплетім дайын түгел, менің өзіме және Мұратқа дайын деп та. Сен өзінің затыңды жаз деді, мен сосын бір түнде жаздым, ертесін келіп сол Мрачный домды жаздым. Ол деген вообще андай стихотворениялар ғой, короче, сол бір жас кезімде бір оқиға болған кезде сол кезде жазғанмын ғой, короче. Ну, об этом там тоже долгая история. За это вообще можно отдельную передачу сделать здесь. Там жизнь там по ту сторону стены деген сияқты, или там по ту сторону забора, или там или небо в полосочку деген сияқты. Ол деген, ояқта деген
стишоктар көп жазғанмын ғой, стихотворение, сол 3 стихотворениені қосып «Мрачный дом» істегенмін ғой. Этот дом он слишком мрачный, с резкой шконкой и стеной. В этом доме нету счастья, в этом доме мы с тобой. Человек, сюда попавший, очень многое поймет. Будет он ценить свободу, будет знать, зачем живет. Сіздер көп жерді араладыңыздар да концерт беріп кезінде? Вообще ешқай жерде үлгерген жоқпыз. Чисто Алматыға бардық, болды. Алматыға. А Маңғыстауда концерт бердіңіздер ғой біраз жерде? Сол жерде бастады, бірінші Маңғышлақтан бастады, сосын Ақтау, сосын Өзен, сосын Шетпе. Туда-сюда потихоньку так опыт набрали. Сосын Атырауға бардық. Атырауға. Алматыға шақырды ғой бізді, өздері. Фестивальға шақырды. Хип-хоп фестиваль проходил в 2022 году. Первый хип-хоп фестиваль, соған бардық, короче. И нормально, там, Каста, там, Каста, Баста, там, Биг Сон, там. Жоқ. Бізді вообще қонақ ретінде жазып қойған ғой, мен сосын организаторларға бардым, айтым, біздерде тоже выступать ете бермейміз ғой бәрімен бірге. Мен там братишкалар уже там. Я говорю, ну тупо давай курик там. Қандай ән айтасыз? Мрачный дом, түрме жайлы айтпай қойыңызшы. Я говорю, хип-хоп фестиваль емес бұл. Каждое самовыражение, у каждого свой стиль. Не всегда же говорить о хорошем. Мысалы жаңағы киелі жерге қайтып оралайықшы. Сол киелі жерде сіз айтасыз ғой, Қазақстандағы жердің сатылуы мысалы да. Сосын полигон, Семейдегі полигонды. Сіз ол кезде 21 жастасыз, 2003 болса, сіз 21-десіз. Иә, 21. Сондай мысалы көп нәрсе айтылады оның ішінде. Қазақтың жердің сатылуы, полигон, одан кейін келіп жатқан зардаптар, мысалы да. Ондай ақпараттар сіз қайдан алдыңыз сонда? Сіздің шындығына келген кезде көп ақпарат қой, ешкім ол қаяқтан келді оның бәрі сізге? 21 жастағы бала. Сосын Алматы туралы айтасыздар мысалы да, ол жерде Алматы бар. Неге Алматы? Өте орынды айтып отырсыз, иә. Батыр батара батыр бол жазғанда, сақтай біл еліңді, кір тигізді ұланға. Қазақстаным кең далам, кәрі көстей тоқтаған, алатауым сарыарқан, алтайым бет бақталам. Бақытжан, мен біреу өлі айтқан Бақытжан да. Ол кезде мен Бақытжанды братан дейміз ғой. Әлі кешейін братан Бақытжан. Сол 2002 жылдары, в общем, біздер Алматыдан бірінші барып келгеннен кейін, 2002-де келгеннен кейін мұнда мен төбелесіп қалып, кровоизлияние мозгамен состояниеда болмаймын да. Ауыр жарақат. Ауыр жарақатпен. Денсаулығым көтермейтін еді. Сосын денсаулық көтермегеннен қанаттар сосын менен бөлек өздері Алматыға кетеді. Атырауға барып келеміз. Яғни не в состоянии жаңа денсаулығым жоқ, бірақ сонда да Атырауға барып бір концерт көтеріп кетемін. Мен ана запистердің арманын сұрасаң ертең берер, көрерсің Атырауда. Мен қандай состояниеда болдым, аналар қандай состояниеда болды сахнада да. Сосын олар келгеннен кейін Қанат пен Мұрат Алматыға тартқысы келеді, мені бірақ мен Алматыға кетпеймін. Соның үстіне нервозный болып қалды, оның сөзбен айтпай қояйық, не себепті болатынын. Өзіңізге айтып бергенін. Сосын одан кейін Қанатта өздері кетеді, кеткеннен кейін түрмеге кетеді Қанаттар сал. Мен мұнда қалдым, ол кезде мен аяғыма тұрамын, уже. Аяғыма тұрғаннан кейін, сол кезде мені жаңа Бақытжан ағамыз маған келеді да, түгел сенің денсаулығың келді, рэп оқуға қалайсың, затың қалай, специфика қалай болса, давай жазайық деп та, өлең айтайық давай деп. Сөйтіп бірге өлең айтып кеттік қой. Осын Бақытжан ағамыз екеуміз тұрған кезде топтың атын ДМХ деп шығарып, не деп шығамыз, қалай шығамыз деп жүрген кезде Бақытжан ағамыз давай дәт қояйық деді да. Дәт. Сіздің шындығыңыз, шындықта дәт. Себебі түгел сенің мына осы күнге шейін жазып кеткен тексттердің бәрі шындық деді да. Шығармаларың, иә. Шығармаларың барлығы шындық деді.
тақсырға айтатын жаңа дәт деп кетеді дәт тақсыр болып кетті. Жаңа киелі жер деген өлеңнен кейін содан кейін дәт болып содан кейін дәт. Киелі жердегі сол жаңағы текстер идеялар сол Бақытжан ағамыз ұсынды ғой. Алматы, Атырау, Астанада бар ол жерде. Иә, Астанада. Ол жерде текстің бәрін маған алып келді. Текстің бәрін алып келген жоқ. Маған идеяны айтты түгел. Полигон туралы. В общем, не Қазақстанның жеріне отход көмейін деп жатыр сол жылдары. Маңғыстаудың жеріне, по-моему, сол Бақытжан ағам сол кезде депутаттық қарсы әкімдікке сайланайын деп жатыр. Оның алдында ма екен, есімде жоқ. Ол депутаттыққа сайланбай қалды, содан кейін просто сайланайын не болды жаңа, кандидат болды. Осын да осы өлеңді осы алаңда түгел өлең шешті. Біздің Қазақстанның Маңғыстаудың жеріне отход келіп көмейін деп жатыр деп та. Бүкіл Маңғыстау незат қарсы тұрды. Айқайшы болды. Япония бірақтың ядерный отходтан Қазақстан төгетін болды деп. Яғни қанаттың істі болып ұсталып кеткеніне қарамастан сіздер өздеріңіздің жаңағы шығармашылықтарыңызды жалғастыра бердіңіздер. Жалғастырдық, иә. Қанекей сіз туралы айтады осы. Ашығын айту керек та қазір. Біреу айтады, бір рет барып келген, 2 рет барып келген. Осы әңгімеге нүкте қояйықшы бүгін. Қалай болды, неше рет барып келдіңіз? Енді жалпы ол былай конкретно алғанда ол енді секрет емес енді, конечно. Просто енді ұяттау енді бізде қазақтарда сондай ғой енді как бы. Так-то бір жалпы болды деген сияқты ғой. Иә. Қысқаша ғана қайырады. Иә, болды. Сіз Алматыда болдыңыз, Ақтауда болдыңыз да? Иә. Алматыда, Ақтауда, Қарағандыда, Қостанайда. Короче, в общем, айналып қайттым. Январь айында келдіңіз. Только сейчас я начинаю уже понимать, что все это было только зря. Все эти всякие, вот скажем, предрассудки эти ненужные. Нет. В тюрьме здесь нечего делать. Молодежи особенно касается. В тюрьме делать нечего. Бірталай адамдардың сынған тағдырларды көрдім. Бірталай сынып қалған адамдар бар. Тоже бізде сол. Қанат болып кірдім, қанат болып келдім, шықтым солай. Сол қанаттың. Так. Ана орыстарда айтады ғой. Настоящие не меняются, дейді сондай сияқты. Сонда, бас аяғы примерно қанша жыл болды? Енді где-то қой, он адамдар шошып кетер сосын. Шошып сосын ё-моё деп десін. И так-то он кейде бір сотрудниктер қағаздарды оқығанда олар қағазда жестко жазады ғой. До конца. Там қасақана, аса қауіпті қайталану деген сияқты ес. Адамның ішкі дүниесін білмейді. Оларға просто-напросто мені шақырып алып, менімен сөйлессе, ол убедиться етеді, что, оказывается, просто это аса қауіпті қайталану, это может мои поступки, которые я совершил. А сам по себе я не аса қауіпті қайталану, есть. Я просто-напросто простой человек, добрый, как говорится. Сосын, қалай айтатын еді ана? Любой адамға деген всегда рад протянуть руку помощи, там, в принципе. Даже если сам нуждаюсь в помощи, все равно мимо не пройду. Хотя бы добрым советом. Қанат жоқ кездерде қандай альбомдар шықты? Басқа Даткыланның өзінің шығармалары болды, е? Буря в пустыне деген болды. Бізде дат деген басында, дат дегеннің алдында, дат деген атаудың алдында да біздер қалай айтыламыз дедік, қалай айтыламыз. Клан ДМХ жүрдіңдер ғой. Клан ДМХ. Дәт деп айтайық, бірақ бірінші альбомды как называем кезде біз мына Маңғыстау деген пустыня ғой. Маңғыстаудан шыққан дауыл деп буря в пустыне деп солай аталып кетті. Буря в пустыне, сол альбом аталып кетті солаймен. Сосын бұлар қанаттың емес Саматпен бірге Тревзат бұл кезде Вестарстың группа қосылады бұларға. Жапойтын, ФСБ-тің группа қосылады. Мысалы жаңа 2009 бен 2010-ның арасында бір альбом жасап тұрсыздар, мысалы, концерт беріп тұрсыздар тағы да? Біз халық іздейді. Іздегеннен кейін қанатсыз шығып жаңағыдай істеп жүрдік біздер. Арман айтып отырмын ғой,
2003-те қана түрмеге кете ма? 2000 кеткеннен кейін 2003 пен 2009-дың арасында 6 жыл ма? 6 жылдың ішінде енді ешқай біз жан жақтан әркім сұрайды анау ешқайға шықпаймыз. Сосын кім қосқаннан кейін арман басымыз қосқаннан кейін бізде тағы да жан жаққа кетіп бастаймыз. Шығып Бөженге барып, Шетпеге барып, неге барып деген сияқты. Мой Казахстан деген бар ғой, тректе. Сол жерде алтын күн аспаны. Мысалы сол енді ол қазір әнұран ғой. Сол кезде сол алтын күн аспанын қосу, қайырмаға қосу кімнің идеясы болды? Есіңізде ме сол? Менің Қазақстаным деген біз былай болды ғой. Менің Қазақстаным деп әркім текстін жазды қазақша. Осын біз қайсы өлеңді припев қылып аламыз, қайсы өлеңді припев қылып аламыз, ане аламыз, міне аламыз деген соны қосат болды ғой. Сегіз жолы Шәмші Қалдаяқовтың әнінен шыққанда, мысалы. Менің елім, бұл тректен ең алғашқы сахнаға шығатын бар еді. Сахнаға шығасыздар сол тректен, да? Онда сахнаға жоғатқан жоқ. Қай жерде шықтыңыздар сонда сахнаға? Ақтау қаласында. де ма, Алматыда еще. Олар ол кезде дейін қазақша рэп естімеген ғой Алматыда дейін. Жоқ. Бәрі в шоке болды. Біздерге уже как обычно уже Ақтауда, потому что постоянно выступаем, а там они не знали. Бәрі в шоке были они. Что такое, откуда? Собственно, үйренді. Біздер, потому что каждый мероприятие сайын шығамыз. Ол кезде рэперлерді деген үлкен сценаға шығармайды ол. Шығармайды, иә. Барасың, можно выступить. А что у вас? А у нас рэп. А, нет. Мен сосын думаю, патриотический бір трек жазып жүріп по делу есть, чисто. Не болса да продвигать ете жіберейін деп. Менің Қазақстаным. Ол кезде деген ол гимн болған жоқ қой. Болған жоқ қой, бірақ оны ешкім білмейді ол кезде. Білет, бірақ жоқ, наоборот, білет. В том-то и дело, уже оны айтқаннан кейін бір определенный там, скажем, ағаларға там сондай ой келді есть, потому что біздер каждый раз выступать еткен сайын там 20 мың адам, 30 мың адам там бәрі бізбен бірге там айтады да припевті. Сосын ана гимн қиындау болды, жаралған, намыстан, там еще мотиві что-то там кішкене қиындау болды. Мынаны қойды ғой сосын. Потом мы не стали его уже петь. Тасташ вертяк сосын. Вертяк болып кетерді. Әнұран болды ғой, мемлекет. Бір жағынан деген, ол. Сосын, ладно, не наглеть не будем. И содан бері сосын оны сценада айтқан жоқпыз. 2003-тен екен. Қазіргі орындаушылар бар көп қой қазақстанда қазір баяғы заманмен салыстырғанда бізде қазір музыкада өзгерді, әртүрлі басқа бір нелер бар, топтар көбейді ғой қазір. Қазіргі топтардың арасында кімдер тыңдайсыздар мысалға? Мысалы Ирина Қайратовна деп айтайықшы, мысалы, сол жігіттердің орындап жүргені рэп болып санала ма? Ол рэп емес, ол қай жанр мысалы олар айтып жүрген? Мен шынымды айтсам, енді Қаракесек мысалға. Ман рэп жанр не үшін бізде рэп жанрмен сайладық сөздің шынымен бізде. Рэп деген ол мен осыдан 2002 жылдан екен, 2003 жылдан екен радио айтқаным бар. Или 2003 екен, или 2001 екен. Радиода айтқаным бар, олар бізде де жыр терме сияқты ғой рэп деген. Өзінің ішіндегі шындықтың бәрін төгетін едік. Даладағы шындық. Біздің ДМХ-ны не үшін ел қабылдап алды өзіне, жақсы көрді. Себебі біздер кәдімгі даладағы болып жатқан затты шындықты жазатын еді, сөздің шындығын. Далада болып жатқан затты жазатын еді. Бізді білгіңіз келсе, біздің өлеңімізді тыңдаңыз, біздің тексттерімізді тыңдасаңыз, біз өлеңде не айттық, сол затты біз істедік сөздің шындығын кезде. Қазақстанды бәрін тыңдаған жоқ, мен вообще аз тыңдаймын Қазақстанды. Тыңдадым бір 2-3 жыл. Ештеңе новый таба алмадым. Да? Кімдерді? Кімдер там? Просто
Ну, енді даже аттарымды білмеймін, просто қазекеңдер қараймын, там тыңдаймын, қазақша. Жаңа ештеңе жоқ. Стиль не тот, речитатив не тот. Вроде сөздер қазақша, бірақ ол кішкене рэптен алыстау. Ол просто эстрадный там, эстрадный певец деп айтуға болады. Понимаешь? Там рэпте видишь, как у жақта деген там фейк болмау керек. Фейк болмау керек. Например, сен батансың ба? Сен айт, что сен батансың. Здорово были, не обессудьте, я простой ботан. Там, но я иногда люблю курить план деген сияқты. И я тупо за компьютером сижу там. Но я сейчас вам об этом расскажу. Вот, ну, действительно, какой есть, такой есть. Вот. И что ты из себя строишь? Если ты хлюпик, говори, да я хлюпик, я на районе гашусь, я тут возможность получилась, я прорвался на сцену деген сияқты. Солай. Вот сол кезде может продвижениялар болар. А так олар деген. 2003-те қалай болды, сондай только может кішкене там качество музыки чуть-чуть, может там биты там. Басқаша, жақсы? Нет, именно просто звук-то. Не сама вот это, скажем, сэмплов, сбор, аранжировка, мастеринг, да, сведение. Он айтып отқан жоқ, просто звуктың дауыстары, например, баяғыда мынандай, ол қазір такой качественный. Да. Вот сол тек ауысқан. Качество звука, а качество мастеринга или там сведения, все тоже. Там ничего нового нет. Соңғы рет барлығыңыз болмаса осы Ақтаудағы орындаушылар бас қосып жазған туынды қандай? Бар ма ол? Соңғы рет қайсысы айтып 2020-да Ұлы Дала трек сол. Да, трек па Ұлы Дала 2020. Ол кезде тек ДМХ емес, ол көп группадан қосылған. Иә. Бірінші топпен, да? ДМХ ең соңғы трегі 2010 жылы қандай аты? Враг номер 1 ғой. Враг номер 1. Соңғы несі ДМХ толыққанда, иә? Толыққанда. Убивает, вешает, сажает. Враг номер 1, враг номер 1. Губит, измеряет, оформляет, намекает. Враг номер 1, враг номер 1. Толыққанда. Одан кейін тек ДМХ-ның соңғы айтқан трегі, ең соңғы түгел сен айтқан өлең 362 трек. 362? Иә, сонымен бітеді. Одан кейін 2020, ол 362-ні 2014 жылы шығады. Ол менің идеямен шығады трек, иә. Сосын 2020-да Сом клан, жалпы мен өзім арман еді. Осы Ақтауда бұрын 90-жылардың ая 2000-жылардың басында Ақтауды шайқаған легендарный группалардың басын қосу. Соның ішінде жаңағы Сом клан бар, ДМХ клан бар, West Side, Парабелла Центр, West Ars, Улай Жако, ФСБ дейтін группа еді, олға аты. Сосын Амангел дейтін группа Смерч. Жақал. Осы жігіттердің басын қосып, Ұлы Дала трегін шығардық. Алыстан дауысты ақырған, ей намысты руқпен шақырған, жеріме көзін салғанның, талайын найзаға қараған. Сіздер Алматыға концерт қою үшін бардыңыздар ма сол кезде? Нет, Алматыда біздер чисто Қыдырып бардыңыздар? жоқ, біздер ол жақта студия ашты. Кәдімгідей жұмыс жасады? Акиматтамен деген жұмыс жасадым. Жұмыс жасағанда қалай? Жастар қанаты, мен сондаймен айналысам, вообще так. Да. Жастар, ол кезде жастар қанаты деген жоқ қой. Иә. 2002-де мына жақта деген конгресс молодежи өтетін болады ең бірінші. Сол кезде деген Отан партияның анандай активистері келеді. Там Таңерберген, Бердоңғар. сосын іздейді ол. Потому что Нұрсұлтан Абишевич келу керек. Сосын молодые ученые, там все собираются, молодежь. Ақтауға келу керек па? Я декабрьда өтеді. Первый конгресс молодежи ең бірінші. Сосын деген ол Ақтауға келеді енді оған деген задание берген. Жастар қанатын жина, жас отан деген. Ол жүреді. Сосын оған біреу айтқан болып тұр ғой, сен деген Кана деген бар баласы. Ол мені, короче, тауып алады. Мені шақырады.
общаться етеміз. Ол кезде энергия көп қой, жаспыз ғой, 19-18. Кана, помоги там этот. Я говорю, все, проблем нет, что там. Мен бірдеме вообще көрем ба? Я говорю, все. Чисто брейк, рэп там, бәрі, который хип-хопқа қатысып бәрін жинадым да, бәрі танимын. Айттым, сейчас этот президент приедет, надо будет встретить там туда-сюда, вечером от меня, если что, хип-хоп вечеринка там, диск там, в Лагуне там. Президент келді ма сосын? Я келдім. Выступать еттіңіздер? Нет, біздер оны жастар қанаты ретінде, короче, ол кезде айтып отырмын, жастар қанаты жоқ, тек жас отан деген сол. Ең бірінші жастар қанаты болды. Сон бәріміз толпой күтіп алдық. Скандирование. Суретке түсіп алдық. Бір жерде де сурет болу керек, газетте ма? Бізде тұрып. Түгелдің үйінде ілініп тұратын еді, қазір что-то жоқ сияқты. Анада сұрай едім мен. Үйіне іліп қоятын кілемге. И сосын деген сондай, короче, ол предложениялар Алматыдан келді, короче. Ояқта деген ол кезде Асар ашылып жатыр. Партия Асар. Иә, сосын Алматинский акиматқа жастар қанатын аштық. Талапкер деген тоже. Соның бәрін, короче, руководить етіп, организовать етіп. Өмірімде бар ғой, маған айтса, түгел сен бұлай өмір, мына жерде дұрыс болды, мына жерде бұрыс болды деген. Қалай өтті өмір? Солаймен кете береді. Мен қайтып барған жағдайдың өзінде де сол өмірді қайтып өтеді. Еш өкінбеймін. Себебі деген мен шынымды айтсам, өзіміздің жасымызға біз көп зат көріп келдік. 20 жастағы бала қазір айтыңызшы мысалда. 20 жас емес даже. 82, 92, 2002 жыл Алматыға кеттік қой, иә. 2002 жыл Алматыға кеттік, сонда біріміз 20-ға толдық, біріміз толған жоқпыз. 19-20-ның арасында, 19 мен 20 жастағы бала кішкентай бала ғой қазір. Кішкентай бала ойлап қарап отырсаң, қазіргі сол кезде жоқшылықтың кезде еще. Сол кезде біз өзіміздің күшімізбен Алматыға, анаға, мынаған, жан-жаққа өзіміз кетіп, әкемізде жоқ, баратын қалаларымыз, шешемізде жоқ, өзіміз күнімізді көріп сөйтіп. Үйден шығып кетеміз, қашан келесің үйге дейді, келем ғой мама дейсің, кетіп қаламыз шығып. Сол кеткеннен 1 жылдан, 2 жылдан бір келетем. Қазір қай салада жұмыс істеп жатсыз сонда? Мен қазір жалғыз ДМХ-ның ішінде біздің үшеумізде негізі юрист едік, үшеумізде. Себебі юридический деген неге юрист болып таңдадық біздер? Ол кездерде біздерді уголовный кодексті почти как жатқа білетін едік қой. Сөздің шындығына келген кезде. Неге? Уголовный кодекс енді сен қай статьямен отырдың? Сен қай статьямен сталдың? Сен классный учаскада көп шығады. 75, 79. Статьялардың көбісі. Түрменің отырып кеткен балалармен көп араласқаннан кейін статьялардың бәрі көбісін жақсы көріп біз өзіміз. Үшіміз юридический түсіп. Қанат пен Мұрат делюгадан кейін олар юридическийді қойды. Юридический жалғастыра алмайды сотталғаннан кейін. Мен жалғыз бітіріп шыққан юридическийді. Өзім сол салада жұмыс жасаймын қазірдің өзінде. Мысалы, сіздер Ақтауда, Маңғыстауда сыйлы болдыңыздар, сіздер тыңдады, көп жастар тыңдады. Концерттеріңізде адам көп келетін еді, иә? Енді жаңағыдай тағдыр болды мысалы, қиын жағдайға түсіп қалдыңыз. Артыңыздан іздеп келген бар ма таныстарыңыз, достарыңыз? Кім келді сіздің артыңыздан? Бар. Келді адамдар, жігіттер келді ғой? Иә. Іздеп келгендер болды. Өзімде обращаться етедім там. Енді ішінде деген хабарласпағандар да бар, хабарласқандар да бар. Өздері білет олар. Олар маған ештеңе должен емес, обязан емес, там, в принципе. Оларға ренжімейсіз де? Мен ренжімеймін, бірақ касаться етсем, мен айтам, мен тіке адаммын ғой. Егер ол келіп маған бірдеме деп жатса, там, братан, мен айтам, ты слышь? Как ты можешь меня назвать братан или братишка? Ты даже мне одной печеньки не передал. Так что давай, пойдем, не болей. Наши пути, короче. Разные. Да. Нам не по пути, деген сияқты. Короче, сондай ол. Все.
что я буду там тратить там на него свою энергию, свою теплоту там, или там вытрек лицо делать, есть там лживые, там смеяться, вытрек, типа да. Я просто сразу обрываю, говорю, что ты пришел, что ты стоишь здесь? И когда я там чалился, ты обо мне думал хоть? И это от тех людей порой, от которых не ждешь, там была помощь. Там даже бывали такие, просто тупо от души там единиц закинул там вообще, с которыми я даже не общался. Там братишка передал, там Хамед Хабеш. Такие были. Но и есть. Есть такие люди, которые постоянно мне помогали. Есть. 1, 2, 3. На пальцах можно перечислить. Все. Да я и сам, в принципе, хабарласқан жоқпын. Думал, көрейінші, кім іздейді екен мені деп. Ешкім іздеген жоқ. Тек үйдегілер, анам, інім болды. Солар іздейді. Басқа ешкім іздемейді. Айтады. Бір жерде отырғанда айтады, оны танимын, біздің ауылдың баласы, анау мынау там. Бәрін айтады. Айтады, может даже и мақтанады. Бір жерге барғанда там Атырауға, ол біздің двордың балалары ғой, біз танимыз, бірге осылай. Но не дальше этого только. Просто здесь натерло. Пустослово, порожняк. А так нормально. Зато бір талай адамды определить етті ғой, солай. Алла тағала бәрін определить етіп қойды. Біреулерді алыстатады, біреулер жақындатады. Просто балалар жоқ, әңгіме ода емес там. Қаражат там, или ақша там. Бірдеме. Әңгіме просто сол жаңағы теплотасында да, от души, да, внимание, что вот так вот переживает. Приятно. Очень приятно. Даже если кто-то ищет тебя, позвонит, или даже письмо напишет. Очень приятно. Соло. Айтатын, айта бересің, ну, деген, вообще жизнь, там, судьба, потом, как скажем, это все такая тема, ее можно развивать, вон, в Дагестан уехать на лодке резиновой. И развивать. Она нескончаемая, бесконечные мысли. Айтылмай қалған тағы не бар, Ареке? Біріне фристайл болып жүрсем болушы еді. Мысалы, сіздер осы уақытқа дейін мүлдем сұхбат берілген жоқ, ол ДМХ туралы мүлдем сұхбат берілген жоқ. Мен көрген жоқпын енді. Иә, сөздің шын болған кезде мысалы, осы жылдар ішінде осы нәрсені бір айтсам екен, осы халық білу керек осы нәрсені деген сияқты бір не жоқ па? Көкейде жүрген ойлар. Айтылмай қалған ойлар, айтылмаған идеялар дейсіз бе? ДМХ-ға бір қиянат болды деген сияқты. Білмедім, қазір заман басқа, ол кездегі заман басқа. Қазіргі кругозор басқа, ол кездегі кругозор басқа, мысалы, сөздің шын болған кезде. Айта берсең, айтылатын за ДМХ туында негізі айтылатса өте көп, қатты көп бұл. Бәрін әр сеті қызықты, өзің әр көрген күніміздің өзі Алматыда, әр жүрген жолымыздың өзі, әр шыққан сахнамыздың өзі бір. Еші қымбат естеліктер. Еші қымбат естеліктер, оның өзі, бәрін досконально айтатын болсаң, ол деген уақыт жетпейді ол сізге жазуға, сөздің шындығына келсек. Бізде тек вкратце яғына, қысқадан нұсқа айтқан сөзіміз осы. Солай. Осыма тректердің тексттері бұлар жасы 17-18 жазған тексттер. 17-18-де бала мынандай текст жазған деп ойлаймын. Сосын сол кезде шыққан тректер 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін өмірде шығып жатыр да. Шындықпен шығып жатыр. Сонда бұлар әулие деп айтып Әулие ДМХ. Біздер енді айтып отырмын ғой, мен жаңа бұл өлеңнің мәтіндерді сөздер бізді танығыңыз келсе, біздің өлеңдерімізді тыңдаңыз мәтіндер. Біздер халықтың шындығын жаздық та.
жоқшылықты жаздық. Жоқшылықта көрген нәрсе, қылмыстың өзі не үшін шығады? Қылмыстың өзі жоқшылықтан шығады. Қиын орта, содан шығады. Сосын күнделікті мына сөздің бәрі қай өлеңді алсаң да біздің өмірімізден өткен заттар ғой мынаның бәрі. Оқиғалар ғой. Өзіміздің басымыздан өткізген, көрген, сезген. Шошылықты жазғанбыз. Вообще ДМХ топ ретінде сахнаға шыға ма тағы да или болды осымен бітті? Жоқ, ДМХ-ны біз, короче, легенда болып қалдырдық. Ол қалды. Легенда номер 1 деген. Все. Специально для девушек, которые любят, потому что жизнь продолжается, девчонки. Надо жить, любить, верить. Жизнь, она как жизнь, в этой жизни все бывает. Кто-то хочет жить, но почему-то умирает. Кто-то жиру бесится, а кому-то не хватает. Жизнь, она как жизнь, но ее не каждый понимает. Знаю, родная, что тебе сейчас нелегко. Я далеко от тебя, ты тоже далеко. Только не плачь, детка, только не грусти. Слезы не лей, у нас еще все впереди. Трудно на душе сейчас и у меня, и у тебя. Может, я плохой, но это не моя вина. Это наша жизнь, это наша судьба. Только не вини меня, только не ругай меня. I can be your hero, baby. У нас еще все впереди. I can be your hero, baby. Слезы при себе держи. I can be your hero, baby. Что парень твой бандит. I can be your hero, baby. С другим его не сравнить. Тема посвящается для девушек, которые любят, верят и ждут. Не теряйте надежды, девчонки. С нами группа ДМХ и Антон. Тема продолжается.